Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Зеретока. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бай отбасы болмақ. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Ал ендеше біз бастайтын боламыз. Сағат тілі 10 болыпты ғой. Мен қазір үйдегілер не істеп жатыр екен, соны көріп келейін. Ана сіңілім мен әкем не істеп жатыр екен. Әке, бүгін сіз айтып едіңіз ғой, біз бір күшті жерге барып қыдырамыз деп. Сол қандай жер, тез айтыңызшы. Мен қатты осы күнді күттім ғой, білесіз бе? Ол жер қандай жер? Маған бір сәл-пәл сипаттама берсеңіз, айтып беріңізші. Ол жер күшті жер шығар. Иә, Айсұлу, сен дұрыс айтасың. Ол жерге көп қаражат кетті десек те болады. Бірақ мен саған қазірше ол жақ туралы сипаттама бере алмаймын. Себебі бұл әділетсіз болып қалады. Сен одан да ол жаққа барғың келсе, таңғы ас ішіп, жақсылап дайындалып отыр. Жарайды ма? Қазір таңғы асқа бар. Жарайды, әке, мен кеттім. София, сен үшін менсіз тамаққа заказ бересің? Сен үшін өзіне ғана бергедің. Маған үшін бермедің. Мен не сонда еш нәрсе жемеймін бе? Айсұлу, мен сені ұзақ уақыт күттім, бірақ сен өзің келмедің. Сондықтан мен тек өзіме ғана тапсырыс бердім. Сондықтан маған артық сөйлеме. Түсінікті ме? Бұл тек өзіме ғана алынған нәрсе. Қыздар, не үшін ұрсып жатсыңдар? Не олды бәрін тамаққа таласып? Жейсіңдер ме, бөліп жейсіңдер? Айсұлу, сен не үшін ертерек келмедің? Ал сен, София, не үшін Айсұлуға да тапсырыс бермедің? Екеулерің де кінәлі болып тұрсыңдар. Осы тамақ үшін ұрысқандарыңды қойыңдар. Әйтпесе екеуін де аш қаласыңдар. Түсінікті ме? Айсұлу, мені кешір. Бірақ бұл тек маған арналған. Сен үшін маған бөліп бермедің, қазір ғана анамыз айтып кетті ғой, бөліп берсін деп. Айттым ғой мен саған, бұл тек маған алынған деп. Өзінен көр. Мен сені қазір анамызға айтып берем. Сен не істеп жатқаныңды. Айсұлу, мә, жылама. Рахмет. Осы мен Дәулет ағам тек қана мені жақсы көреді. Ал сен, София, сені мүлдем жақсы көрмейді. Түсіндің бе? Көрдің бе, ол маған балмұздағын берді, ал саған түк те бермеді. Мен сендердің осы жаққа жинап жатқан себебім, мен өткеннен бері айтып жатқан бір күшті жерге сапарға шығамыз деп едім ғой. Соны бүгін баратын боламыз. Бірақ алдына ескертіп қояйын, ол жер салқын жер. Сондықтан барынша жылы киініп барыңдар. Ол жер НАТО медеу, сондықтан барынша жылы киініп барыңдар. Алақай, біз медеуге барамыз. Енді бір күшті бір демалып қайтамыз. Осы медеуге бармаға көп болды. Мен не кисем болады екен? Мына костюмді киейін бе? Жоқ, бұл біртүрлі көрінетін сияқты. Мынаны кисем қалай болады? Жоқ, бұл тым бір қарапайым сияқты. Ал енді мына бір етікті кисем қалай көрінеді екен? Бұл ескі сияқты ғой. Енді мына бір костюм, әдемі костюм екен, осыны кием. Қандай әдемі костюм? София, не үшін сен менің костюмды алмағансың? Әкел бері.
кимейсің сен менің киімдерімді. Той, мынауды енді ғана тауып едім. Енді не кисем болады екен? Ол жақ қатты бір суық емес шығар. Бір сәл-пәл әдемілеу киініп барсам қалай болады екен? Жарайды. Жақында сатып алған көйлегім бар ғой. Соны киіп барайын. Әдемі көрінеді ғой. Осы көйлек өте әдемі көйлек қой. Осыны кием. Енді осы бір жазда туфлиді кисем бе екен. Осы көйлекпен жақсы жарасады. Бірақ бұл тым жұқа ғой, ал ол жақ қатты суық. Мынаны кисем бе екен. Бұл күздік қой бәрібір. Жарайды, осыны киіп көрейін. Мынадан жылы ғой. Бірақ бұл да тым жұқа болмайды ғой. Мен түк киетін аяп киімім жоқ. Қызметші, маған аяп киім тауып бер. Мінекей, алыңыз. Осы ең жақсы, әлі қалыңдау аяп киім. Рахмет. Осы көйлекпен жақсы елестеді екен. Сен бара берсін болады. Не қандай әдемі болып қалды. Күшті. Рахмет саған. Тура мен көйлегіме шақ аяп киім тауып бердің. Енді бара бер. Тағы да бірнеше зат жетпей жатқан сияқты. Мінекей осылай жетпей жатыр екен ғой. Осыны тағайын. Кейін осымен бірге мына сырғаны тағып алсам күшті кетеді. София, сен мүлдем тоңбайсың ба? Мына тым жұқа киініп алыпсың ғой. Қазір білесің ғой, біз медеуге барамыз. Сен мүлдем қатып қаласың ғой. Киімді ауыстырып ал. Оған дейін біз сені күте тұрамыз. Жоқ, анашы, мен мүлдем тоңбаймын. Мен үшін ең бастысы осы сұлулық. Мен әдемі болсам болды. Маған бір жылулық, еш нәрсе керек жоқ. Медеу бір жылы сияқты ғой. Сол үшін осылай киіп алдым. Қанеки, бол, тез киімді ауыстыр. Әйтпесе сен бармайсың. Осы үйде қаласың. Түсінікті ме? Бол, тез киімді ауыстыр. Қазір ауыстырмасаң, қазір шығармай қоямын сені. Міне, енді нағыз медеуге баратындай қыз болып тұрсың. Осылай киініп жүрсең, ауырмайсың. Енді барлығымыз дайын болсақ, шыға берейік. Мынаған қараңызшы, анашым. Қар жауып тұр екен. Қар қалың болып жауыпты ғой. Ауа райы күшті болып тұр. Нағыз медеуге баратындай ауа райы болып тұр. Содан кейін біз отбасымызбен бірге басында әкемнің көлігімен бірге бардық. Кейін медеудің өзіне келдік. Медеуде біз осылайнан қыдырып жүрдік. Осы кезде анам мен әкем бір орындыққа отырды. Ал менің ағам мен сіңілім екеуі бір орындыққа отырды. Ал мен сол әдеттегідей жалғызбын. Ол мен. Солай біз күшті қыдырғанбыз. Кеш болып кеткендіктен біз түстік. Барлығы түсіп қойған еді. Енді мен түсемін. Солай біз медеуде қыдырып келдік. Кейін біз үйге келдік. Анашым күшті болды ғой. Осы жаққа көбірек барсақ болады ғой. Не үшін бір аптада бір 3-4 рет бармаймыз. Күшті болды, маған қатты ұнады.
Енді мен сыныптастарыма айтсам, олар сенбейтін сияқты ғой. Қандай күшті өтті. Мен осы айнан болады деп ойламай едім. Бір күшті болып қайттық. Әйтеуір ең бастысы Айсұлу мен София ұрыспағанына шүкір деп келдім. Енді ол жаққа бір аптада 5-6 рет бара алмаймыз. Өзіміздің жұмысымыз бар. Енді бір айда 7-8 рет баруға болады. Той біздің көбірек барымыз келбеді. Ол жақ деген күшті ғой. Мүмкін мен сыныптастарыммен барып қаларым. Солай біз сөйлесіп тұр едік. Сол кезде Айсұлу былай деді. Айтпақшыдай, мен жақында концертім болады. Сол концертке мен дайындалым керек. Ол бір аптадай ма қалды. Мен енді соған дайындалам. Сіздер міндетті түрде келіңіздер. Маған қолдау көрсетерсіздер ғой, Бұл не деген сұрақ? Айсұлу, сен не деп тұрсың? Біз әрине саған барамыз. Саған бармасақ енді кімге барамыз? Софияның мүлдем даусы жоқ. Солай ма, София? Біз барлығымыз сені қолдауға барамыз. Онда ойынды алып таста. Енді сен қазір жақсылап дайындал. Бір аптадан кейін. Бүгін Айсұлудың концерті болады. Қазір біз соның концертіне барамыз. Ал ендіше мен кеттім. Мен құрбыммен бірге жүрдім. Содан кейін құрбым екеуміз концертке лайықты бір киім табайын деп шештік. Кейін біз әртүрлі дүкендерді көрдік. Бірақ бізге лайықты киім табылмады. Содан кейін бір дүкенді көрдік. Ол жаққа нағыз концерттің киімін алуға болады екен. Оны маған құрбым көрсетті. Вау, қарашы, ана жерге нағыз лайықты концерттің киімі бар. Осыны аламыз. Кеттік. Қандай күшті іші. Не алсақ болады? Мен мына бір сөмкені алғым келіп тұр. Әдемі екен. Бір өзіме арнап тігілген сияқты осы сөмке. Ал мен мынаны алсам да қалай? Қарасана, бірақ бұл маған онша ұнамады. Мына киім өте әдемі екен. Қалай ойлайсың? Бұл маған жараса ма? Әрине саған жарасады, киіп көрсе. Мына киім саған арнайлап тігілген сияқты ғой. Осы киімді алсаң бір өкінбейсің. Мен мынаны таңдадым. Қалай? Вау! Солай біз концертке арнап киімдер алдық. Тек қана киімдер емес, сөмке де алдық, басқа да алдық. Жалпы концертке керекті киім-кешектер алдық. Мен өзімнің шаң құрбыма да алып бердім. Енді екеуміз концертке баратын боламыз. Әрине, сенімнің концертіне. Кейін біз осы дүкеннен шығып кеттік. Мен осы Айсұлудың концертіне бір әдемі болып барам керек. Ең бір лайықты, әдемі көйлекті іздеп табуым керек. Мына көйлектердің қайсысы әдемі екен? Мына бір көйлек күшті екен. Осыны алып көрсем қалай? Бірінші киіп көрейін. Маған болатын сияқты. Осы көйлек маған шақ келеді екен. Әдемі болып тұрмын. Осыны аламын. Қазір киімді ауыстырайын.
Солай менің анам да көйлек алған еді. Ал енді біз барлығымыз концертке дайынбыз десек те болады. Менің әкем мен ағам анамды алып кетті. Кейін маған келді. Оған дейін мен құрбыммен сөйлесіп тұр едім. Мен өз отбасымды көріп, мен де олардың көлігіне отырып алдым. Енді біз Айсұлудың концертіне бара жатырмыз. Мінекей Айсұлудың да концертіне келіп қалдық. Біз алған киімдерімізді киіп алғанбыз. Мінекей Айсұлудың концерті басталып жатыр. Айсұлу сахнаға шығып, көрермендермен амандасты. Содан кейін ол өзінің әнін шырқай бастады. Басында онша қолдау болған жоқ. Содан кейін Айсұлу әрі қарай өренді айтып жатқанда қолдау күшейе берді. Кейін барлығы оны үлгісе нағыз әнші болады деп ойлады. Содан кейін біз барлығымыз келіскендей құрбымыз екеуміз Айсұлудың концертінде биледік. Ал анам, әкем, ағам барлығы олар қолдау көрсетіп тұрды. Неше түрлі от шашулар болды. Барлық көрерменге ұнады. Достар, видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.